Қызылқоғада 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай салтанатты іс-шара өтті. Жиналғандарды аудан әкімінің орынбасары Жарас Есенғалиев мерекемен құттықтап, әскери қызметкерлерге алғыс айтты. Жиында Тәжік ауған Таулы Қарабақтағы қақтығысқа қатысқан және әскери салада қызмет етіп жүрген бірқатар қызметкер аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Солардың бірі Тәжік ауған соғысын көрген Мерген Айбек Ізімов. Ол Қазбат жауынгерлік іс-қимыл және бітімгершілік операция ардагерлерінің одағы Республикалық қоғамдық бірлестігінің бұйрығымен ветеран боевых действий медалімен марапатталды. Енді ол мезгілде одақтардың бәрі тараған мезгілі. Ол мезгілде бір-біріне жаңағы мемлекеттік кішігірім мемлекеттер бір-біріне көмектесіп тұрады. Сол сияқты бізде Тәжік ауған шекарасына Тәжікстан өзіміздің кезіндегі союздың мемлекеті болғасын, сол жерге көмекке бардық. Ол жерде ойнайтын жер емес. Ол өзіміздің қатарымызда, достарымызды жоғалтып қайтты. Ол жерден бір-екі офицер мен 3 солдатымыз жоғалтып келдік. Салтанатты іс-шара барысында көктемгі су тасқыны кезінде ауыл елді мекендерді су басу қаупінен аман алып қалуға үлес қосқан бір топ азамат облыс және аудан әкімінің алғыс хатына ие болды. Кеш аудан көркем өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен аяқталды. Бибігүл Таңатар, Гүлбаушан Нәдірқызы, Асылхан Еркінұлы, Каспиан Ньюс, Қызылқоға ауданынан. Сарайшық ауылындағы сапар орталығы ашылды. Оған өңірге сапармен келген Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов қатысты. Музей-қорықтың аумағынан дәл осындай нысанның қажеттігі туралы бұған дейін сан рет айтылып, нақты жұмыс тек 5 жыл бұрын басталған еді. Кешенге келушілер үшін барлық жағдай жасалған. Мұнда экспозициялық көрме залы, қойма, археологиялық және қайта қалпына келтіру зертханасы, 100-150 орындық конференц-зал, кітапхана, тіпті туристерге арналған қонақ үй де бар. Сапар орталығының құрылысы басталған кезде Сарайшық музей-қорығының қызметкерлері экспозицияны жасақтау жұмыстарын қатар жүргізді. Концепциясы жасақталып, республикалық бюджеттен 100 миллион теңге қаражат бөлінді. Сапар орталығының құрылысына 780 миллион теңге жұмсалды. Бибігүл Таңатар, Азамат Қуатұлы, Фархат Тәжібаев, Каспиан Ньюс. Атыраудағы ерлер түрмесінде спорттық ойындардан жарыс өтті. Нақтырақ айтқанда сотталғандар үстел теннисі, шашқа ойнаса, жасақтар арқан тартып сайысты. Спорттық іс-шараны мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі мен түзету мекемесі ұлы жеңіс күніне орай бірлесіп ұйымдастырыпты. Сайыстың тәртіп ереже бойынша өтуін төрешілер жіті қадағалап, үздіктерді анықтады. Мерекелік шаралар байланысты шашқа ойынынан қатыстым, өзім жеке. Осы жағада мерекелік шаралар байланысты осы неге арқан тартысқа 4 жасағымыздың атынан қатыстық. Бәрі жақсы, ойдағыдай. Өзіміздің денеміздің шынығуына, ой өрісіміздің дамуына бір қалыпты қалып қоймауымызға бұның бәрінің пайдасы бар. Түрме басшылығының айтуынша, спорттық іс-шара мұнда мерекелерге орай үнемі өткізіліп тұрады. Басты мақсат азаматтарды 4 қабырғаға телміртіп қоймай, уақытын ұтымды пайдалануға мүмкіндік жасап, салауатты өмір салтын насихаттау. Жасақтарда 50-60 сотталған жазасын өтесе, соның бір 20-30-да қатысып, осы белсенділік көрсетілуде. Демалыс күндерін, мейрам күндерін тиімді пайдалануға, сотталғандарды тәрбиелеу жағына қарай ұйымдастырылып отыр. Іс-шара соңында жүлдегерлерге дипломдар мен медальдар табысталды. Қазіргі уақытта ерлерге арналған түзету мекемесінде 418 адам жазасын өтеп жүр. Нұрбиба Теміртасова, Тілек Асқаров, Каспиан Ньюс. Атырауға Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов жұмыс сапарымен келіп, халықпен кездесті. Жиынға қатысқандар туристік орындарды дамыту, ұлттық спорт түрлерін қолдау сынды өзекті мәселелерді көтерді. Кәсіпкерлер даму бала платформасы туралы толық мәлімет ала алмай жүргендерін айтты. Даму бала платформасын тиімді жұмыс жасауға жағдай жасауға бола ма, болмайды. Енді біз поставщик ретінде біздің управление басқармаға барсақ, біз толық ешқандай мағлұматты тап осы мәселе бойынша ала алмаймыз. Мен ойлаймын, любое областное управление, министрліктің продолжение, олар министерствоның өкілдері осы жерде отырған, олардың кәсіби шеберлігі жоғары болу керек. Кәсіпкердің сөзінше, жауапты басқарма мамандарының кәсіби шеберліктерін әлі де жетілдіру керек. Ведомствоның ресми мәліметіне сүйенсек, биыл Атырау облысында балалар мен жасөспірімдерге арналған шығармашылық және спорттық секцияларды қаржыландыруға 5 миллиард теңге қарастырылып отыр. Асхат Оралов арнайы платформамен жұмысты өңірдегі жауаптылар үйлестіру керек дейді. Платформаны әрбір әкімшілік өздері қабылдап, пысықтап,
жергілікті халыққа жеткізетін болады. Бұл әрине біздің заңымызға сәйкес ұйымдастырылатын шара. Бірақ дегені ең алдымен балаларға қолжетімді болады. Және де біз жыл сайын бұл балалардың санының да бюджет тарапынан қолдауды да өсіретін боламыз. Биыл Құрманғазы аудандағы, Азғыр Жылой аудандағы Шоқпар-Тоғай ауылында мәдениет үйін салу жұмыстары басталады, және өңірдегі 12 мәдени нысан жөнделеді деген жоспар бар. Министр кездесу кезінде кітапханаларды коворкинг орталықтарына айналдыру керектігін де айтты. Бұрынғы форматтағы кітапхана енді жұмысын жалғастырса, шын айтқан жастарымыз бармайды. Жасыратын ештеңе жоқ қой. Ол заманауи болу керек. Бірақ ол қаражат талап етеді. Сондықтан біз енді әкімшіліктерімізге құлақтарына алтын сырға бірлесіп тек қана министрлік тарапынан қаржылап жетпейді ғой бүкіл ел көлемінде. Сондықтан да әсіресе осы аудан, қала, облыс әкімдерімен бірлесіп осы жол картаға қол қоюымыз керек. Министрлік дене шынықтыру мен спорт саласын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіткен. Жоспарға сәйкес 2027 жылға дейін Атырау облысында 20 спорттық және дене шынықтыру сауықтыру кешені салынбақ. Министр іс-сапар барысында 9 кездесу өткізіп, Сарайшық визит орталығының ашылу салтанатына қатыспақ. Нұрбибі Теміртасова, Ақылбек Ертаев, Каспия Ньюс. Қаладағы 41-де 433 нөмірлі әскери бөлімшеде Қазақстан әскеріндегі бір күн атты ашық есік күні өтті. Іс-шараға қаладағы 12 мектептің 200 оқушысы қатысты. Ашық есік күнінің мақсаты балаларға әскери қызметшінің күнделікті өмірін көрсету арқылы олардың бойындағы отанға деген патриоттық сезімді ояту, тәртіпке, жауапкершілікке үйрету көрінеді. Іс-шара оқушылардың сап түзеуімен басталды. Ал арнайы жасақ автомат жарық шу гранатасын қолдана отырып жаттығу көрсетті. Содан кейін әскерилер балаларды бөлімшедегі қару-жарақ, радио байланыс және жарылғыш заттарды іздейтін құрылғылармен таныстырды. Осы жерде біз түрлі автоматтарды көрдік, автоматтарымызды қолымызбен ұстап көрдік. Яғни біздің НВП сабағына қарағанда бұл жерде өмірде шынайы қаруды көрген өте бөлек сезімге ие болдық. Және де спутниковый радиостанцияларды көрдік. Яғни бұл жерде спутниктер, радиостанциялар осы жерде Атырауда тұрғанымен Астанаға шейін жететінін білдік. Осындай экскурсия барысында біздің де жас буындардың, жас балалардың әскерге деген бару құлшынысымыз артып отыр. Қала көлемінде орналасқан білім беру ұйымдарындағы оқушылар олар қазіргі таңда оқулықтардан қарулы күштерінің және басқа да әскери құрылымдардың техникаларды көрсе, қару-жарақтар көрсе, бүгінгі жақсы мүмкіндік көріп отыр. Олар өз көздерімен көреді. Қару-жарақты да көреді, техниканы да көреді. Сонымен қатар біз қарулы күштердің әскери киім үлгілерінде көріп, өз қолдарымен ұстап, яғни көздері жетеді. Бұл әскери біз Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскери қызметі насихаттау, қарулы күштердің имиджін көтеру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Әскери бөлімдегі ашық есік күні жыл сайын 7-9 мамыр қарсаңында тек қаладағы мектеп оқушылары үшін өткізіледі. Бірақ аудан мектептерінің басшыларынан да өз оқушыларын қатыстыру туралы ұсыныс түсіп жатқан көрінеді. Сондықтан келер жылы оларды да қамту жоспарда бар дейді әскери бөлімдегілер. Азамат Қуатұлы, Ақылбек Кертаев, Каспия Ньюс. Қазақстан ынтымақ, достық, бейбітшілік кепілі. Атырау қаласында 1 мамыр күні дәл осындай атаумен басталған мерекелік концерт әлі болып жатыр. Бұл жолы қала тұрғындар мен қонақтарына Құрманғазы ауданының өнерпаздары мерекелік көңіл күй сыйлауға тырысты. Күй атасы Құрманғазы өмірге келген, киелі мекеннен келген өнер адамдары патриоттық әндерді шырқаса, дәстүрлі әншілер халық әндерін нақышына келтіре орындады. Би топтары да мың бұралып билеп, ансамбльдер мерекелік кештің шырайын кіргізді. 1 мамыр бірлік күніне орай, 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай және сонымен қатар ұлы жеңістің 78 жылдығына орай тақырыптар қамтылады. Жалпы өнерпаздарымыздың ішінде бүкіл шығармашылық жанрлар қамтылған. Енді жалпы халыққа осы мерекелік күні отбасыларына амандық, дендеріне саулық, әр шаңырақта береке, мереке болсын деген тілегім бар. Бибігүл Таңатар, Нұрбибі Теміртасова, Фархат Тәжібаев, Каспия Ньюс. Жылыойда үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық жөніндегі облыстық кеңес отырысы өтті. Оған облыс әкімінің орынбасары Жасұлан Бейсенбиев қатысты. Отырыста Жылыой аудандағы азаматтық қоғамның дамуы, өңірдегі үкіметтік емес ұйымдардың директорға есеп тапсыруы, тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті дамыту бағытында үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл, қоршаған ортаны қорғау және туризмді дамыту бағытындағы әлеуметтік маңызды жобаларға талдау жүргізу туралы айтылып, талқыланды. Жиын барысында үкіметтік емес ұйым өкілдері білімге қатысты, оның ішінде техникалық білім саласын дамыту бағытында өз ұсыныстарын айтты.
Химия сабағын тереңдетіп оқыту керек Жылыой ауданында. Көбінесе барам деген адам, мұнайға барам деген адам профильный университеттерге, институттарға, колледжға жағдай келмесе түсіп, ол болашақта ол гарантия, сол бала сол образование алып, сол жерге түседі деген. Және кейбір адамдар оқып, балалар қызықса да, оқуға түсуге мүмкіншілік жоқ болып қалады. Сонда ол мына показатель берген химия сабағынан қолдап, грант бөліп, акиматтан, ТШО-дан сол баланы жетектеп апарып, осы жерде бізді менеджерлер болашақ жақсы кадрларды дайындау мәселесіне мән берілсе, именно Жылыой ауданында деп ескерілген еді. Жылыой ауданында 47 үкіметтік емес ұйым тіркелген. Оның ішінде белсенді жұмыс жасайтыны 11 ғана. Жалпы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы заңда тақырыптар жергілікті үкіметтік емес ұйымдардың сұранысы негізінде қалыптасу керек. Яғни Жылыойлық бір ұйым келіп айтады, біздің өңірде жұмыссыздық проблема. Давайте бір жұмыссыздарды оқытатын бір курс шығарайық жаңағы. Мысалы бір айтишниктарды оқытайық, или там заманауи бір мамандықтарға оқытайық. Менде сондай жоба бар, маған бір 2 миллион ақша бөлсеңіздер, мен оқытып беремін сізге 100 адамды дейді. Ол сол ұсынысты сіздер ескеріп, заңнамалық рамкілерге сыйғызып, осындай әлеуметтік жоба ретінде рәсімдеп шығуыңыз керек. Жиыннан соң кеңес мүшелері Құлсары қаласындағы дарынды балаларға арналған лицейдің тыныс тіршілігімен және Қосшағыл ауылындағы мектептің құрылысымен танысты. Одан кейін Жасұлан Бейсенбиев аудандағы білім және денсаулық сақтау саласы бойынша жиын өткізді. Ақмоншақ Абылхасова, Думан Білхайыров, Каспий Ньюс, Жылыой ауданы. Атырауда білім саласындағы сыбайлас жемқорлық азайып келеді, дегенмен мүлде жойылмай тұр. Аманат партиясының облыстық филиалында өткен жиналыста білім беру басқармасы басшысының орынбасары Айнагүл Дүйсекенова осылай деп мәлімдеді. 2020-2023 жылдары аралығында сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік қызметкерлері өңірде білім саласында 14 жемқорлық фактісін анықтапты. Оның басым көпшілігі парақорлық пен өз құзыретін теріс пайдалану бойынша. Алайда 14 істің тек біреуінде ғана күдіктінің бас бостандығы шектелсе, қалғандары жеңіл жазамен құтылған. Сонымен қатар нөмір 26-шы жұлдыз балабақшасы мекемесінің бас есепшісі Жинбаева және Бекмұхамбетов атындағы орта мектеп директоры Салихова қызметкерлерге негізсіз еңбекақы көтеру фактілерімен және Құрманғазы аудандық білім бөлімінің бас есепшісі Кесетова мекеменің есеп сотынан заңсыз ақша түсіру арқылы мемлекет қаражаттарын жымқыру фактілерімен әшкереленді. Аталған тұлғалар сот үкімімен айыпты танылып, 3 жыл 6 ай және 6 жылға бас бостандығын шектеу және 2.487.270 теңге айыппұл салу жазасы тағайындалған. Облыстағы экономикалық тергеп-тексеру департаменті де соңғы 4 жылда осы салаға қатысты 6 қылмыстық істі тергеген, алайда оның барлығы сотқа жетпей қысқарған. Ал Атырау облысы бойынша мемлекеттік ішкі аудит департаменті 2020-2023 жылдары 23 қаржылық қылмыстық істі анықтапты. Білім саласындағы осындай заңсыздық басшылықтың немқұрайлығынан болып отыр дейді басқарма басшылығы, және мұндай жағдайлардың алдын алу үшін тиісті жұмысты жасап жатқандарын айтады. Алайда олардың нәтижесіз болуына жемқорлыққа қатысы бар адамдардың жазасыз қалуы әсер етіп отырған көрінеді. Без наказания, яғни жазасыз қалғаннан кейін біздің әріптестердің кейбіреулері соның дәмін алып алған сияқты. Сонымен қатар тіпті қылмыстық іс аяғына дейін жетіп, қызметкері істі болып, мерзімін алған басшыларға келгенде біз тәртіптік шара ала алмайды екенбіз, бізді заң шектейді екен. Біздің құзырлы органдарға айтсақ айтады, біз бере алмаймыз, өздеріңіз біліңіздер, бізді сотқа береді дейді. Егер біз осылай бір-бірімізге сіз де біз де өзіміз шектей беретін болсақ, біздің басшылар бақылауды алға қарай күшейтпейді. Ол мемлекеттік қызметкер болсын болмасын, қарамағындағы адам істі болды ма, қызметтен босады. Мысалы біз ротацияны не үшін енгізіп отыр? Осындай тамырын тереңге жайып кеткен жағдайларын алдын алу үшін, ол кезде бізге де көнген жоқ. Жазды, бірақ мы добились того, что или олар ротацияға кетеді, или біз қызметтік тексеріс тағайындап ол кісінің орнынан аламыз деп, біз сол кезде мен сондай талапты қойғам. Хотя ол заңға қайшы болса да. Айнагүл Дүйсекенованың айтуынша, кадрларға ротация жасау арқылы сыбайлас жемқорлықтың санын азайтуға болады. Осындай жұмыс нәтижесінде басқарма бір мектепті 33 жыл басқарған директорды анықтапты. Маман қызметкердің жемқорлық фактісіне қатысы бар екендігі анықталған кезде басшыларды да жазаға тарту туралы ұсыныс берді. Бибігүл Таңатар, Ақылбек Ертаев, Каспий Ньюс.